Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі керемет болып шығатын тай етін, яғни мясо по-тайски дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді жуып тазалап аламыз, содан соң оны ұзынша, яғни соломка қылып турап алатын боламыз. Содан соң оның үстіне 2 ас қасық соя соусын және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң оны араластырып алып, тоңазытқышқа кемінде 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Содан соң табамызды қыздырып, ешқандай да май құймаймыз. Етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қақпағын жаппай, осылай суы тартылғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң ұсақтап туралған пиязымызды саламыз, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Келесі ұсақтап туралған сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Келесі кезекте жаңағы болгар бұрыштарымызды, тәтті бұрыштарымызды салатын боламыз. Менде ол қатырылған қысқа сақтаған түрі, оның да каналымда видеосы бар. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, бетін жауып, 15 минуттай қалдырып қоятын боламыз. Содан соң ең соңында осылай туралған қиярымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы да 5-10 минуттай қалдырып қоятын боламыз. Келесі кезекте күрішін жасайтын боламыз, яғни гарнирін. Кастрөлімізді қыздырып аламыз, кішкене сұйық май құямыз да, күрішімізді салып, жақсылап күрішімізді жуып тазалап аламыз да, кішкене кептіріп қоямыз. Содан соң осылай қуырып алатын боламыз, жақсылап араластырып. Енді оның үстіне кішкене ғана су құямыз, яғни кішкене асып тұруы қажет күріштен, осылай бұрқылдап қайнауы қажет. Кішкене тұз сеуіп жібереміз де, дәміне қарай кішкене себеміз тұзымызды, содан соң бетін жауып, ең баяу отында қойып қоятын боламыз, 20 минуттай қойып қоямыз. Сонымен біздің мясо по-тайскіміз дайын болды. Мен күрішті осылай әдемі болу үшін осылай кесеге салып, қасықпен үстінен басып шығатын боламын. Содан соң осылай тарелкеге салып, кесемізді жайлап алып алатын боламыз. Енді оның айналасына жаңағы тай етімізді салып шығатын боламыз. Енді оның бетіне, әсемдік ретіне аскөк, яғни укроп сепсеңіздер де болады, менде кептірілген түрі. Мінекей, сонымен біздің мясо по-тайскіміз, яғни тай етіміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.